Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Ішіңіз піспайды деп ойлаймын. Сізге алдын ала рахмет. Қазақша каналды қолдап, подписаться жасап қойсаңыз, нұр үстіне нұр болар еді. Бұл менің бірінші видеом, сондықтан да кішкене кемшіліктері болуы мүмкін. Оны астына жазып кетсеңіз болады. Кемшіліктермен міндетті түрде жұмыс жасауға тырысамын. Негізінде маған кейде үй жинау жақпай қалған кезде қолыма пультты алып алып ютубтан осындай уборку на мотивацию дегендерді қарап, мотивация на уборку деген видеоларды қарап болғаннан кейін өте пысық болып кететін әдетім бар. Сондықтан да неге соны өзім жасамасқа, неге өзім видео түсірмеске деген ой келді. Сол мына жерде мен кілемдерімді жууға берген болатынмын. Сөйтіп енді астындағы шаңның барлығын пылесостап сүртіп алуым керек. Бүгінгі жұмысым осы. Ал енді менің пылесосымның фильтрі су, сондықтан да балаларға ешқандай зияны жоқ, ешқандай шаң шығармайды. Негізінде үй жинамауға бала сылтау болмау керек деп ойлаймын. Бала қараудың тағы бір жолы, жақсы қараудың тағы бір міндеті, яғни үйді таза ұстау деп білемін. Егер үй таза болмаса, ол балаға қарап отырдым дегеніңіз өтірік. Өйткені баланың денсаулығына кері әсер етеді. Енді орыстар сияқты бір боянып алып, шашымды жайып жіберіп, олай жасай алмаймын. Как осындай үйде шашты бір түйіп алып алып жұмысқа кірісіп кете беремін. Мына жерде енді мен пол жуайын деп жатырмын. Полды мен немен жуамын? Кішкене белизна, сосын ленордан кішкене тамызып, жылы сумен жуамын. Плинтустарды міндетті түрде қолмен, ал қалғанындай ұзын шеттерді барлығын жағы немен швабрамен жуамын. Швабра өте ыңғайлы, негізі тез болады, тем более баламен жүрген кезде. Оның үстіне мына швабра, яғни тряпкасы шаңды жақсы сүртіп алады. Айғыз қалдырмайды. Мына жерде бізде детский заттар өте көп. Коляскамыз да бар. Бірақ оларсыз балаға қараудан мүмкін емес деп ойлаймын. Манеж де керек, тамақтандырылатын стульчик де керек. Машинаға барған кезде автокресло да керек. Бірақ қоятын кезде проблема. Қай жаққа қоятынымызды білмейміз. Балалы үй, сонымен де қызық деп ойлаймын негізінде. Қолмен барлық плинтустарды сүртіп алдым. Енді қазір осы үй жинап болғаннан кейін балаларды ұйықтаймын. Сізде міндетті түрде бір жеріңізді жинап қойсаңыз болады. Үйде жұмыс табыла береді. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, сізге көп рахмет. Алла разы болсын. Ал енді мен келесі видеоға дейін мені күтіңіздер. Көп рахмет. Сау болыңыз.